Үшбұрыш дегеніміз бір түзу бойында жатпайтын үш нүктені қосатын кесінділер мен шектейтін жазықтықтың бөлігін айтамыз. Енді үшбұрыштың қасиеттеріне келетін болсақ, бұл үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. Және де кез келген екі қабырғасының қосындысы үшінші қабырғасынан үлкен болады. Косинустар теоремасы. Яғни бұл теорема арқылы үшбұрыштың кез келген екі қабырғасы және арасындағы бұрыш берілетін болса, үшінші қабырғасын табуға болады. Ол мына формулалар. Айталық бізге Б қабырғасы 6-ға және С қабырғасы 7-ге арасындағы бұрыш 60 градусқа тең болатын болса, үшінші қабырғаны табу керек болсын. Ондай жағдайда біз мына формуланы қолданамыз. А тең болады 6-ның квадраты 36, қосылған 7-ның квадраты 49, азайтылған 2 көбейтілген 6 мен 7-нікі 42, және көбейтілген косинус 60 градус. Бұдан тең болады, мұна екеуін қосамыз 85, азайтылған, мынау 2-ден 1 болады. Жазылады 2 көбейтілген 42 көбейтілген 2-ден 1 қысқарады, тең болады 85 азайтылған 42. Бұл тең болады 43-ке. Бұл жерде А деп жазып жүрміз, А квадрат болады формула бойынша. Сонда А-ның мәні төбірасты 43-ке тең болады. Синустар теоремасы. Яғни біз бұл теореманың көмегі арқылы айталық мына екі бұрыш берілсе, альфа бета бұрыштары берілсе, және де Б қабырғасы берілсе, онда біз А қабырғасын табуымызға болады. Ол мына формуладан байқалып тұр. Сонымен қатар бұл формула арқылы осы үшбұрышқа сызылған сырттай шеңбердің радиусын табуға болады. Айталық мынадай мысал берілсе, формула бойынша жазамыз. 2R тең болады. Мынаны аламыз, А-ның орнына 4 төбірасты 3-ті қоямыз. Синус альфаға синус 60 градусты қоямыз. Бұдан 4 төбірасты 3, мына 60 градустағы синустың мәні төбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Төбірасты 3 пен төбірасты 3 қысқарады, 4-ге көбейтіліп кетеді, 8-ге тең болады. Сонда 2 мен 8 қысқарады, 4 болады. Сонда бұдан радиусы 4-ге тең болады. Үшбұрыштың биіктіктері. Енді үшбұрыштың биіктігі дегеніміз төбесінен табан қабырғасына түсірілген перпендикулярды айтамыз. Яғни, мынау Б қабырғасына түсірілген биіктік перпендикуляр, және мынау А қабырғасына, мынау С қабырғасына түсірілген перпендикуляр. Бұларды үшбұрыштың биіктіктері деп атайды. Енді бұған сәйкес формулалар үшбұрыштың биіктігін табу үшін екі еселенген ауданды айталық А қабырғасына түссе, сол А қабырғасының мәніне бөлетін боламыз. Сонымен қатар мынадайда заңдылықтары бар. Айталық бізге мынадай мысал берілсе, бізге А қабырғасына түсірілген биіктікті тап дейді. Ондай жағдайда ана формуланы қолданып, А тең болады S, яғни 2 көбейтілген 10 бөлінген 5 болады. Қысқартамыз, 2 болады, тең 4 болады. Үшбұрыштың медианалары. Үшбұрыштың медианалары дегеніміз ол төбесінен қарсы жатқан қабырғаның ортасын қосатын кесіндіні айтамыз. Енді медиана қарсы жатқан қабырғаны қақ бөледі. Айталық, А-сының ұзындығы 8 болса, онда бізге Б төбесінен осы А-сы қабырғасына медиана түсірілсе, түсірілген нүктені Д деп белгілесек, онда А-дың мәні 4, Д-сының мәні 4 болатындай етіп, дәл ортасынан бөледі. Енді осы медианаға қатысты мынау формулалар, яғни медианасын табу формуласы, үш қабырғасы берілетін болса, онда кез келген медианасын табуға болады. Дәл сол сияқты үш медианасы берілетін болса, кез келген мына формула арқылы кез келген қабырғасын табуға болады. Айталық бізге мынадай мысал берілсе,
үш қабырғасы беріледі. Соның А қабырғасына түсірілген медианасын табу керек. Формула бойынша жазамыз. Бұның квадраты 31, сының квадраты 49, азайтылған 16. 49-ға 31-ді қоссақ 80, 82 көбейтсек 160, азайтылған 16. Бұдан 144 болады, 144-тен 12 шығады. Төрасынан қысқарады, тең 6 болады. Үшбұрыштың бисектрисалары. Бисектриса бұрышты екіге бөледі. Айталық, А бұрышы 60 градусқа тең болатын болса, одан біз қарама-қарсы қабырғаға бисектриса жүргізетін болсақ, онда мына жері 30 градус болады, және мына жерде 30 градус қылып теңдей екіге бөледі. Және бисектрисаның бір қасиеті, үшбұрыштың бисектрисаларының қиылысу нүктесі іштей сызылған шеңбердің центрі болады. Енді үшбұрыштың түрлеріне тоқталсақ, бірінші тең қабырғалы үшбұрыш, яғни аты айтып тұрғандай барлық қабырғалары тең болатын үшбұрышты тең қабырғалы үшбұрыш деп атайды. Тағы бұның қасиеттеріне тоқталатын болсақ, барлық бұрыштары тең болады, 60 градустан болады. Одан кейін табанына айталық жүргізілген биіктік әрі медианасы, әрі бисектрисасы болады. Ол айталық қабырғасы А-ға тең болатын болса, А көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонымен қатар, мына жерде оған іштей сызылған радиустың формуласы, сырттай сызылған шеңбердің радиусының формуласы, ал мынау ауданын табу формуласы. Тікбұрышты үшбұрыш. Кез келген екі қабырғасы егерде үшбұрыштың тікбұрыш жасап қиылысатын болса, бұндай үшбұрыштарды тікбұрышты үшбұрыш деп атайды. Енді осы тікбұрыш жасап қиылысатын екі қабырғасын катеттері деп атайды. Және де осы тікбұрышына қарама-қарсы жатқан қабырғаны бұл үшбұрыштың гипотенузасы деп атайды. Сонымен қатар, бұған жиі қолданылатын есептерде формула ол Пифагор теоремасы деп атайды. Мына формула, яғни гипотенузасының квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. Сонымен қатар, мына жерде гипотенузаға түсірілген биіктіктің формуласы, яғни катеттерінің көбейтіндісін гипотенузаға бөлеміз. Енді мына формулада ауданын табу, яғни тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін катеттерін көбейту 2-ге бөлеміз, немесе гипотенуза мен оған түсірілген биіктікті көбейтіп 2-ге бөлеміз. Енді мына мысал шығарып көрсетейік. Яғни бізге 2 катеті берілсе, гипотенузаны табу керек болса, мына формуланы қолданамыз. Пифагор теоремасын с квадрат тең болады, яғни 3-тің квадраты 9, қосылған 4-тің квадраты 16, тең 25. С квадрат 25-ге тең болып тұр, яғни С тең болады 5-ге. Яғни гипотенузасы 5-ге тең деген сөз. Енді тікбұрышты үшбұрыштың дербес түрлеріне тоқталсақ. Тікбұрышты болғандықтан оның бір бұрышы 90 градус екенін білеміз. Енді сүйірбұрышының біреуі 30 градус болатын болса, онда осыған қарама-қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген қасиеті бар. Сонымен бірге, егерде мынау тікбұрышты үшбұрышымыздың катеттері тең болатын болса, бұл тең бүйірлі үшбұрыш болып есептеледі. Бұндай жағдайда мынау гипотенузаның жанындағы бұрыштары 45 градусқа тең болады. Бүйір қабырғалары тең болатын үшбұрышты тең бүйірлі үшбұрыш деп атаймыз. Мұнда тең болатын екі қабырғасын үшбұрыштың бүйірі, ал үшінші қабырғасын оның табаны деп атайды.
және де табанына түсірілген қасиеттеріне тоқталсақ, табанына түсірілген биіктік әрі медиана әрі биссектрисасы болады. Сондықтан ол табанын теңдей етіп екіге бөледі. Сонымен қатар мына жерде ауданын табу формуласы көрсетілген. Яғни табанын және табанына түсірілген биіктікті көбейтіп екіге бөлеміз. Енді мынау қарапайым мысалды шығарып көрсетсек, асы қабырғасы 13-ке тең дейді, және мынау табанына түсірілген биіктік 12-ке тең дейді. Абы яғни табанын тап дейді. Бұндай жағдайда бірінші біз мынау AH деген ұзындықты тауып аламыз. Бұл тең болады. Алдында айтқан Пифагор теоремасы бойынша мынаны табатын болсақ, мынау гипотенуза болғандықтан 13 ол 169 азайтылған, мына катетін азайтып тастаймыз квадраттап. Ол 144-ке тең. 12-нің квадраты. Сонда 25 шығады. Одан бізде мына аралықтың 5-ке тең екендігі белгілі болды. Бұл биіктік қабырғаны теңдей екіге бөлгендіктен мына аралықта 5-ке тең болады. Сонда АБ-нің мәні 5-ке 5 қосамыз 10-ға тең. Енді үшбұрыштың ауданының формулаларына тоқталатын боламыз. Оның бірнеше формулалары бар. Ол формулалар есептің берілгеніне қарай таңдалатын болады. Айталық, мына жерде мына формула беріліп тұр. Мұндағы P дегеніміз жарты периметрге тең. Бұл формула үшбұрыштың үш қабырғасы белгілі болған жағдайда қолданылады. Айталық, үш қабырғасы берілсе, ауданын табу керек болсын. Онда біз мына формуланы қолданып, алдымен жарты периметрді тауып аламыз. 4, 5, 3 қосындысы 12, 12-ке бөлеміз. Жарты периметр 6-ға тең. Онда 6 көбейтілген. 6-дан 4 азайтамыз 2, 6-дан 5 азайтамыз 1, 6-дан 3 азайтамыз. Онда 3 болады. Түбір алайық. Мына жерден 6, 6, 36. Онда түбір астынан 6 шығады. Яғни үшбұрыштың ауданы 6-ға тең болды деген сөз. Екінші түрі, яғни бұл жердегі формула бойынша кез келген екі қабырғасы және сол екі қабырғаның арасындағы бұрыш берілсе, ауданын табуға болады деген сөз. Айталық, бізге мына жерде BC қабырғалар және солардың арасындағы бұрыш берілсе, онда ауданын осы формула арқылы тауып көрсетейік. 2-ден 1, оның орнында 7, сының орнында 10 тұры, көбейтілген синус 60 градус. Buradan 10 мен 2 қысқарады, 5 қалады. 35 көбейтілген синус 60 градуста түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең. Сонда 35 түбір асты 3 бөлінген 2 болды аудан. Үшінші түрі, яғни бұл формула бізге үшбұрыштың бір қабырғасы және соған түсірілген биіктік берілсе, ауданын табуға болатын формула. Айталық, бізге мына сызбадан мынау сыбы, яғни сыбы қабырғасы және соған түсірілген биіктіктің мәндері белгілі болса, ауданын тауып көрсетейік. Сыбы 5-ке тең және биіктігі 4-ке тең. Оны бөлеміз 2-ке, 20 бөлінген 2 тең болады 10-ға. Яғни үшбұрыштың ауданы 10-ға тең болды деген сөз. Төртінші, яғни бұл формула үш қабырғасы және сырттай сызылған шеңбердің радиусы берілген жағдайда қолданылатын формула, немесе үш қабырғасымен бірге радиус, іштей сызылған шеңбердің радиусы немесе жарты периметр берілсе. Айталық, мына жерде мысалда бізге периметр берілсе үшбұрыштың, ол 72-ке тең болса, және іштей сызылған шеңбердің радиусы 5-ке тең болса, онда бізге аудан табу керек болсын. Ондай жағдайда біз мынау периметр, мына жерде жарты периметр дегеніміз үлкен периметрін 2-ке бөлу деген сөз. 72-ні 2-ке бөлеміз 36. Сонда мына формула бойынша 36-ны көбейтеміз 5-ке. 180 болады.